Футбол ойындарынан қала намысын асқақтатып жүрген Арыс футбол командасы биыл өтетін жарыстарға қызу дайындық үстінде. Екінші лиганы жақсы межемен қорытындылаған футбол командасы бірінші лигада да үздік нәтиже көрсетеді деп сенеміз. Арыс футбол клубы Қазақстан чемпионатының бірінші лига және кубок ойындарына дайындық барысында Тәжікстан Республикасына оқу-жаттығу ойынын өткізіп қайтты. Қазіргі таңда команда Арыс қалалық орталық стадионда дайындық жұмыстарын жүргізуде. Футбол командасының бас бапкері Әбдіхалық Бөрібаевтың пікірінше, жеңіске жетудің негізгі факторларының бірі жоғары дәрежедегі техника, тактикалық шеберлік пен физикалық дайындық. Әсіресе футболшының жұмыс қабілеттілігіне байланысты деп есептейді. Команданың дайындық жөнінде айтып өтсеңіз. Команда оқу-жаттығу жиындарын жоспарлағандай өтіп жатыр. Алғашқы оқу-жаттығу жиындарын Тәжікстанда өтіп келдік. 1 февральдан 20 февральға дейін. Ол жерде негізгі жоспарымыз бойынша физикалық тұрғыда команданы дайындау болатын. Ойдағыдай өтті. Соңында бір контрольный ойын ойнадық. Сол Тәжікстанның Парвоз деген командасымен 1-1 ойын болды. 2 составпен ойнадық. Бірінші тайм бір состав, екінші тайм екінші составпен. Қазір енді екінші оқу-жаттығу жиындарына дайындалып жатырмыз. Команда құрамы қазіргі таңда неше пайызға жасақталды? Қазіргі таңда 60-70% деп айта аламыз. Себебі тағы да 2-3 позициялар бар, соларды кішкене усилить ету керек. Кубок ойындары жөнінде айтып өтсеңіз. Кубокта 16 команда 4 топқа бөлінді. Сол командалардың ішінде өзіміз сияқты бірінші, екінші лиганың командалары. Оған осы екінші оқу-жаттығу жиында ойындар ойнаймыз. Қазір жоспар бойынша 4 ойын қойсақ, сол 4 ойында кубокқа дайындалып, ойындарға Шымкент қаласына келіп ораламыз. Жанкүйерлерге айтар ойыңыз? Арыс командасы әрқашанда жоғарылардан көрінуге тиіс. Бізге ешқашан жаңағы төменгі жақта жүру деген жоспарымыз жоқ. Арыс командасы ашылғалы бері жанкүйерлер жақсы түсінеді, біледі. Біз ешқашан жоғарыдан төменгі жақтарда орын алған емес, тек қана 3-тікте, 4-тікте жүретін командамыз. Сондықтан тек қана жоғары алға қоятын мақсаттарымызға жетеміз деп ойлаймыз. Жанкүйерлердің арқасында, әрине, жанкүйерлер біздің ең бірінші көмекшіміз, біздің командамыздың 12-ші мүшесі деп айтсақ болады. Сондықтан келіңіздер, қолдау көрсетіңіздер. Арыс футбол командасы алдағы күндері Өзбекстан Республикасының Ташкент қаласына келесі оқу-жаттығуын өткізуге аттанады. Айта кетейік, Арыс футбол командасы өткен жылдың наурыз айында ғана құрылған болатын. Қысқа уақыт ішінде шеберлігі шыңдалған құрама мүшелері ауыз толтырып айтарлықтай нәтижеге жетті. Жұмай Мабызбай, Бақдәулет Шақапов, Арт ТВ жаңалықтары.